Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Таптырмас ем құйрық майдың біз білмейтін қандай пайдасы бар? Құйрық майдың құрамындағы майлар пайдалы ма әлде зиян ба? Осы және өзге сұрақтардың жауабын видео барысында айтылатын болады. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Құйрық май – құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Олардың қатарында еділбай қойы, сарыжын, текерес, қазақтың ұяң жүнді қойы, алай, гиссар қойлары бар. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып отырады. Аталған май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының ұлттық тағамдарын дайындағанда кеңінен пайдаланылады. Құйрық майды науқасқа пайдалану қазақтың кең тараған меншікті дәстүрлі емі. Кішкене нәрестені қырқынан шығарғанша суға түсірген кезде денесін құйрық маймен сылайды, ал қыз ұзатып келін түсіргенде құдалар бір-біріне құйрық бауыр асатып, отбасылы өмірдің май сияқты жұмсақ та сыйластыққа толы болғанын қалайды. Адам дүниеден өткенде жағатын қырық шырағын да құйрық майға шылайды. Осының өзінен ақ қазақ өміріндегі құйрық майдың рөлін көруімізге болатыны сөзсіз. Құйрық май дәруменнің қоры. Біз құйрық майдың емдік рөлін жиі айтқанымызбен, оған кереғар пікірлердің ғылыми дәлел таппай қиналатын кездеріміз болатыны да шындық. Кейбіреулер мал майының қандағы холестерин мөлшерін жоғарылатып, жүрек қан тамырлар ауруларына ұшырататынын алға тартып жүр. Алайда, қарапайым ғана сұрақ: сіз өзіңіздегі артық қаражатыңызды қайда сақтайсыз? Әрине, банкте болмаса, қиыншылық кезінде оңай алып шығатын орынға сақтайсыз. Мал да сол секілді артық, жақсы қор заттарын май ретінде сақтайды. Қой жаз айларында, әсіресе шілдеде қарақұртты, бүйіні, басқа да улы жәндіктерді іздеп жүріп жейді екен. Ал удың өзінде емдік қасиеттер, сырқатқа шипа болатын дәрумендер болатыны белгілі. Тек оны белгілі бір мөлшерін сақтап қана, пайдаланған кезде ғана ағзаға дәрі ретінде әсер ететіні көрінеді. Қазірге дейін қойдың құйрық майын және емдік рөлін зерттеп жүрген адамдардың жоқтың қасы. Халқымыз көп нәрсені біліп, дұрыс қолданған. Ел аузында жүрген халық медицинасында әртүрлі дертке қойдың құйрығынан жасалатын емдік қоспаларды өзімнің көрермендеріме ұсынамын. Құйрық май құрамындағы май қышқылдары туралы біле кетіңіздер. Қойдың құйрық майында май қышқылдары өте көп екен. Атап айтқанда, лавр қышқылы, меристі қышқыл, палмит қышқылы, палмитол қышқылы, маргарин қышқылы, стеарин қышқылы, алиин қышқылы болады екен. Көріп отырғандарыңыздай, әдетте алиин қышқылы, стеарин қышқылы, палмит қышқылы алады. Шоколадтың да негізгі құрамы осы 3 май қышқылынан тұрады. Ал шоколад болса пайдалы тағам ретінде қарастырылған. Алиин қышқылы жүрек қан тамырлар ауруларын алдын алады. Жоғары температураға төзімді, тағамды қосып пісіру кезінде тұрақты, адам денсаулығына зиянды май қышқылдарында ыдырамайды. Қазіргі кезге дейін денсаулыққа кері әсері анықталмаған. Ол зәйтүн майында көп болады. Зәйтүн майы калориясы өте жоғары, бір қасығы 100-ге жуық калория беретін тағам. Стеарин қышқылы ең көп таралған май қышқылдарының бірі. Ол көптеген жануарлар мен өсімдік майларында глицерол эфирі. Стеарин қышқылы өсімдік майына қарағанда жануарлардың майларында 30%-ға дейін көп кездеседі екен. Басқа қаныққан май қышқылдарынан айырмашылығы, стеарин қышқылы ерлер мен әйелдердегі липопротеин холестеринінің концентрациясына әсер етпейтіні. Көптеген зерттеулер оның ерлердегі тромбогендік және атерогендік қауіптің алдын алатынын көрсеткен. Стеарин қышқылы адам ағзасына биологиялық тұрғыдан улы емес. Палмит қышқылы бұл ағзаға зиянды және холестеринді жоғарылататын жалғыз қаныққан май қышқылы. Дегенмен қойдың құйрық майында басқа зиянсыз қаныққан май қышқылдарының жалпы мөлшерінен аз екендігін ескерсек, ол адам денесіндегі холестеринді жоғарылата алмайды. Көбінесе сабын, майшам, косметика және басқа да өндірістерде қолданылады. Құйрық маймен денені неге сылайды? Стеарин қышқылы теріні жұмсартып, ауа өткізгіштікті тездетсе, палмит қышқылы теріні қайта қалпына келтіріп, тер түзелуіне әсер етеді екен. Ал денеге сіңілген алиин қышқылы жоғарғы қуат береді. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді.
Нәресте қол аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өседі. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Бала сылаумен, қар қылаумен өседі деген қазақ халқының нақылының астары да осында жатыр. Қойдың құйрық майындағы басқа пайдалы қасиеттерді олардың жеген шөбі мен ішкен суынан және нәсіліне байланысты. Пайдалысы жағынан отты жерде жайылған қазақтың қылшық жүнді қойы, еділбай, шу, қой тұқымдары алда тұрады. Құйрық майды емген балаға тұмау тимейді. Сондықтан бұрынғыда нәрестенің аузына құйрық майы салып сорғызып қойған. Баланың тамағы ауырғанда дәрі ішіп жөтелі басылмаған кезде құйрық майды ертіп берген жөн. Бұл майды ертудің екі жолы бар. Біріншіден, құйрық майды табада шыжғырып, ерткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы, ерткеннен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату керек. Сонда ол піскен құйрық май болады. Салқындатқан кезде май судың бетіне қалқып қатады. Сонымен жинап бір ыдысқа бөлек ертеді. Оған сарымсақ қосып біраз суған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы өкпе ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшәла салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс ауруы жолдарын емдеу үшін ішеді. Қазақтың халық емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибелер де болған. Ежелден көзін малымен ашқан халқымыз ішсе сусын, жесе тамақ, кисе киім болған 4 түлік малдың қасиетін біліп, оны күнделікті тәжірибеде қолданып та отырған. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегендей, айнала қоршаған ортамен үндестікте өмір сүріп, ата-бабаларымыздан қалған рухани мұраны, яғни халық емдерінде инфекцияны жою үшін пайдалана білген дұрыс. Рухани үндестік деген міне осы. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.